бірлестігінің Павлодар облыстық филиалының мүшелері боламыз. Біздің төрағамыз Жұбылысова Амир ханым авторлық жобасының мақсаты құндылықтарды ұлықтау, төл дәстүрге дәріптеу және де ұлттық бас киімді әсіресе кимешекті насихаттау. Енді биылғы 25-ші жылдың маусымның 17-сінде біз Павлодар облыстық филиалының мүшелері Ертіс жағалауында 4 метрлік биіктігі инсталляция орнаттық. Алып кимешек жобамызбен әлемдік рекорд кітабына кірдік. Ол қазақтың кимешегімізге үлкен құрмет және де ұлықтау арқылы жас ұрпаққа жылдарының бірі деп ойлаймыз. Енді біздің жобамыздың мақсаты, негізгі мақсаты қазақтың киелі кимешегін халықаралық деңгейде таныстыру және оның маңыздылығын таныту және әлемге паш ету болды. Енді қазақ арналары мүшелерінің көмегімен бізде променадта оны біздің туымызды бүкіл әлем халықаралық деңгейде мойындап Global Book of Records кітабына ресми түрде тіркеді. Ол біздің үлкен жетістігіміз. Суағарымен 4 метрдей болса, моншақ саны 2025 болды. Ол біздің рекорд орнатқан жылымыз. 560 алтын түсті моншақтар болды. Ол қазының құрылғанына 560 жыл дегеніміз. Күміс және темір әшекейлер болды. Оны біз ұлы жеңіске арнадық. Өйткені кимешекте аналардың көз жасы бар. Және бұл алып кимешекті қазақ киім-кешегі ғылыми каталог 99-шы беттегі Павлодар облысы 1950 жылы тігілген кимешек, соның үлгісі бойынша жасадық. Енді баршаңызға біздің төрағамыз Айнұр Жұбылысова ханым бізге бағыт-бағдар беріп, және де ақыл кеңес бергеніне, алтын апаларыма, сіңілілеріне көптен көп рахмет айтамын. Жазда айтып, тағы да қайталаймын. Сіздерге көптен көп рахмет.